сол үшін әркімнің қорқынышы бар. Халықта. Халыққа не деп айтар едіңіз? Сол әр адамның бойындағы қорқыныш ол действительно бар. Соңғы нәрсесінен де айырылып қалатын сияқты болып тұрады. Сол қорқыныш соған алып келеді. Қазір мен мынаны даже ақшаны да, қазір мен мынаны жұмсасам, қайтып орнына келмейтін деген сияқты. Или болмаса күйеуін жоғалтып қояды, баласын жоғалтып қояды, бір жаққа кетіп бара жатса, соны уайым қайғыға салып жібереді. Самом деле, дым да қорқудың қажеті жоқ екен. Сіз Құдайыңызға жеткен кезде, ол қорқыныштың бәрі қайда кеткенін білмейсіз да, өзіңізбен өзіңіз қалып, анау Құдай өзі реттеп береді екен барлығын. Мынау әрбір жанға айтарым, осы қорқыныштан арылу. Сіздің терапияңыздан өтсе екен біздің әрбір қазағымыз, сіз мына қорқыныштардан арылып, денесін босатса екен, денеде ол зажым, әр жерде бір қысылып тұрған зажымдар денені босатпайды. Анау кеткен кезде денең босайды да, сен кәдімгі рахат, кайфқа келесіз ғой. Кайф дүниеге келесіз. Сосын балаң қай жаққа кетсін, не істесін, дым да жұмысыңыз болмайды. Осы нәрсені мен алдым. Осы нәрсені айтқым келеді. Арылыңыздар, келіңіздер.